Боксшы Бекзат Нұрдәулетов Токио Олимпиадасына аттанады. Жолға шығар алдында боксшы мен бапкері Марат Жакеевті облыс әкімі қабылдап, ақсақалдар бата беріп сәттілік тіледі. 23 шілде күні Жапония астанасында басталатын 4 жылдықтың басты бәсекесінде Бекзат Нұрдәулетов 81 келіде бақ сынайды. Тек маңғыстаулықтардың ғана емес, бар қазақтың абыройын арқалап бара жатқан боксшыға ақсақалдар ақ жол тілеп, ел үмітін ақтауға тілектестік білдірді. Бекзат Олимпиада ойындарында облыс атынан бақ сынайтын жалғыз спортшы. Олимпиада ойындарынан бұрын боксшы Алматы қаласында ұлттық құрамамен бірге 1 шілдеден 16 шілдеге дейін жаттығу жұмыстарына қатысады. Маңғыстау қала берді, бүкіл Қазақстан тақымын қысып, осы ертеңгі үлкен додада біздің азаматымыз бір жақсы биіктен көруіне сондай тілектеспіз. Біз енді алдын ала том пішпейік, алдын ала жаңағы бізден айту да біз үшін қиын, ол үшін енді үлкен еңбек керек. Сондықтан сен еңбегің жансın деген тілек бар. Дайындығымыз өте жақсы, бапкерлермен бәрімен бірге ақылдаса отырып бірігіп дайындалдық. Қарсыластарым белгілі, кімдер екен қазір солардың жекпе-жектерін қарап зерттеп жатырмыз. Оның ішінде біздің бокстасып жеңгенде қарсыластарымыз бар. Солардың бәрін қай жері жақсы, қай жерінде қателіктер бар, соның бәріне анализ жасап дайындалатын боламыз.